Hello, children. How are you today? Now let's start today's lesson. People in history. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз тарихтағы адамдар деп аталады, иә. Осы бүгінгі сабақтағы барлық жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар. 21-ші жаттығуға қараймыз. Read and circles and listen and check. Яғни қарамен жазылған сөздердегі сөйлемнің мағынасына қарай дұрыс нұсқасын таңдап шығуымыз керек. Сөйтіп мәтінді толықтай оқуымыз керек екен балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап жазып оқып шықсаңыздар болады. Next exercise 22 match talk with your friends. Яғни сәйкестендіреміз және де соны досымызға айтамыз. Бізде мына жерде A, B, C, D деп, яғни нелер тұр, заттар тұр, microwave, telephone, first car, air conditioning деген секілді. Осыны 1, 2, 3, 4 сәйкестендіруіміз керек. Мысалы, microwave-ді кім ойлап тапты, телефонды кім ойлап тапты. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыған қарап жазып аламыз. Және де астындағы диалогты толықтыруымыз керек. Оны да толықтырдым. Осыған қарап жазсаңыздар болады балалар. Next portfolio, talk with your friends, then write about a person in history. Яғни досымызбен сөйлесеміз, иә. Және де досымызға айтамыз, тарихтағы бір адам туралы жазамыз, соны әңгімелейміз. Мына жерде Александр Грaham Bellді берген, иә. Сөйлемді толықтыруымыз керек екен балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, сөйлемді толықтырдым. Соған қарап, осы атақты тұлға туралы досымызға айтып береміз. Next exercise 23. Let's sing дейді. Яғни бізге ән берілген. Әнді оқып шығуымыз керек. The light bulb was invented by a man named Edison, and it's one great mind's invention that can be seen in every home. Inventions and discoveries have changed the lives we lead. The world becomes a better place when you have the things you need. The fridge that's in our kitchen, the kettle and the microwave. I'm so glad they were invented and that life is easier today. Яғни, балалар айтады, осы жаңағы шығып жатқан заттың барлығы бізге өте пайдалы болып жатыр. Ойлап тапқан адамдарға үлкен рахмет, бізге көп көмегін тигізіп жатыр, біздің өмірімізді әлде қайда жеңілдетіп жатыр, балалар. Exercise 24. Think of 4 inventions that make your life easier and write them in a notebook. Compare your list with your friends. Яғни, сіздің өміріңізді жеңілдеткен 4 ойлап тапқан заттар, жаңағыдай адамдар ойлап тапқан өнер табыстар, иә. Соны жазыңыз және оны досыңызбен салыстырыңыз дейді, балалар. Сіздерге мен өз нұсқамды қалдырдым, сіздер де өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Last exercise 25. Read and match. Яғни оқимыз және де астындағы біздерге сөйлемдер берілген, сол сөйлемдермен сәйкестендіреміз, сөйтіп диалогты толықтыруымыз қажет балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыған қарап, мәтінді оқып, диалогты түсініп алсаңыздар болады. Балалар, бүгінгі тапсырмалар егер сіздерге түсінікті болса, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар балалар.